Сонымен құрметті оқушы, мен сізге Моғолстан мемлекетінің әлсіреуі туралы сабақтар бастамақшымын. Моғолстан мемлекетінің әлсіреуі ол мемлекетпен замандас болып отырған Әмір Темір мемлекетінің саяси тарихи оқиғалары тығыз байланысты. Сіз байқап отырсаңыз, картада Әмір Темірдің Ақ Ордаға, Әмір Темірдің Алтын Ордаға қарсы жасаған жорықтар туралы сізге бағыт көрсетіліп тұр. Ал бірақ Әмір Темір, құрметті оқушы, Мәуереннахрдағы саяси билікке 1370 жылы келді. 1405 жылға дейін жеке дара 35 жыл Мәуереннахрдың билеушісі болды. Әмір Темір 1371 жылы және 1390 жылдар аралығында Моғолстан мемлекетіне дүркін-дүркін 10 шақты рет жорық жасады. Құрметті оқушы, сізге осы сұрақ келу мүмкіндігі өте көп. Әмір Темір қанша рет Моғолстанға жорық жасады? 10 шақты рет. Қай жылдар аралығында? 1371-1390 жылдар аралығында. Сирек болса да, мынандай сұрақ келу мүмкіндігі бар. Әмір Темір Моғолстанды бағындыру үшін, немесе Моғолстанды әлсірету үшін қанша мыңдық әскерді аттандырды дейтін болса, 120 мыңдық деп жауап беріңіз. Ал енді Моғолстан мемлекеті Әмір Темірдің шапқыншылық жорықтарынан және ішкі қайшылықтардан қатты әлсірей бастайды. 1428 жылы Моғолстан мемлекетінің ханы Уайс ханның қайтыс болуынан кейін бұл мемлекетте таққа билікке Уайс ханның баласы Есен-Бұқа мен Жүніс хан таласты. Бірақ Уайс ханның мұрагері болып Есен-Бұқа хан сайланды. Құрметті оқушы, көңіліңізді бөліңіз. Сізге сұрақ бар. Есен-Бұқа хан Моғолстан мемлекетін қай жылдар аралығында басқарды? Моғолстан мемлекетін Есен-Бұқа 1433-1462 жылдар аралығында басқарды. Бірақ Моғолстанның билеушісі Есен-Бұқа 1462 жылы қайтыс болғаннан кейін тез арада Ферғананың билеушісі болып отырған, Ферғана аймағындағы жеті кентті басқарып отырған Есен-Бұқаның інісі Жүніс хан келіп, тез арада Моғолстандағы саяси билікті өз қолына алады. Бірақ Моғолстан мемлекеті Жүніс ханның баласы Абдурашид ханның кезінде құлдырау шегін басынан өткізеді. Сөйтіп, Моғолстан мемлекеті 1514 жылы тарих сахнасынан мүлдем кетеді. Сөйтіп, Моғолстан мемлекеті 1348 жылы құрылып, 1514 жылы ыдырап кетті. Ал ғасырға салған кезде ол 14 ғасырдың ортасы, 16 ғасырдың басы болып келеді.